өмірге ой аңсап туып асық өскен дүниеге адам қона. Ей тәкаппар дүние, шіркін-ай маған да бір қараш. Танымысың сен мені? Мен қазақтың баласы. Апа, ауылдан ұзап кеттік. Сіз қайтыңыз. Уайымдамаңыз. Ары қарай өзім жетіп алам. Қалай уайымдамайын балам. Сен Алматыда қалуға тырыс. Ит оқу болса да түс. Ал балам, жауын болсын. Рахмет апа. Уайымдамаңыз. Бәрі жақсы болады. Мынау Кентау деген қалада оқу бітірдік. Шешей наубайханада істеді. Ол кезде айлық жоқ. Сол заттай нан алады. Сол алғанын жинайған ғой шешей. Сол бір жылдай жинаған оны үлкен бір қап ұн болды. Соны Райымбек екеуміз базарға шығарып саттық. О кезде саудамен айналысу біздерге ұят саналады. Сол өз бір желді күн болды. Бетіміз аппақ, екеуміз ұн сатып. Анау бізбен бірге оқитын қыздардың біреу көріп қоя ма деп ұялып жүрміз. Сол бір қабымен оқуға келдік қой. Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар. Даусыңды шығарып, анық сөйле. Сүтті ғой, кәне айтып көрші. Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар. Так, дайынсың ғой, е? Аха. Бол. Ал, досым, сәттілік. Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар. Кірдім, оқып, жөнден де оқығам жоқ, кейбір жерді ұмытып қалыпсың жаңа. Сонда комиссияның шетінде бір соқыр отырды да, ай бұл бала селқозға түсіп жүр екен ғой, соған бара берсін деді. Екінші біреу бірәсе, үшінші бір соқыр, бала жас қой, үйренеді ғой деді. Сөйтсем бірінші мен Бекен Жылысбаев екен. Үшінші жаңа соқыр бұл Ахмет Жұбанов екен. Ахмет Жұбановтың бір сөзі маған өмірлік бағыт сілтеді. Кеудеңді алдыға шығар, иықтарың түзу тұр, қолың түсір, аузыңды жағыңды ашып, даусыңды шығарып, өзіңнің ішіндегі өлең жоқ. Жеткізіп аузыңды. Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар. Ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар. Сен жарамайсың, ауылыңа қайт. Алматы менің ең бірінші көрген үлкен шаһарым. Алматының бір таза кезі. Суы да таза. Көшеде ағып атқан арықта біз су ішетіміз. Тазалық сондай. 17 жасар, 18. Содан бастап мен осы күнге шейін Алматыда тұрамын. 17-тен бастап. Жолдастар таптық. Үлкен кісілермен араластық. Мұхтар сияқты, Сәбит, Абит сияқты, Қаныш Сәтбаев сияқты, Марғұлан сияқты.
үлкен адамдарды көрдім. Кейбіреумен дастархандасында болып қалған кез болды. Тойыма қатысты. Майра екеуміз үйленгенде. О, Майра! Мен ғашық! Өлердей ғашық! Ессіз түссіз сүйе! Әнді айтпе. Майра. Ән салшы. Майра. Майра, ән салшы. Майра, ән салшы. Майра, ән салшы. Майра, Шәкен Аймановтай атақты актер, атақты режиссердің қызы болғанмен өте қарапайым, нәзік. Не болса соған сенетін, мейлінше таза, пәк жаратылған жан еді. Қаланың кейбір қыздары сияқты жаңағы айтып атады ғой, белоручка емес, ол сондай жұмсақ, қарапайым, ұясы жақсы, бір ортадан шыққан ақылды адам еді. Сосын әнші еді жақсы. Колоратурный сопрано деймін, сондай дауысы ашық, сондай адам еді. Әйел көп, Майра біреу. Жоғалып жазғы шақтарда күз келер арты қыс болар қаңырап тұрған бақтардай қайрылып қайда құс қонар құс қонар мұңаямын сен ойлап көңіл күзге жеткендей арман алыс кеткендей сезім нөсер төккендей көкбелге. Енді арман деген әр адамда бар ғой, арман ғой. Ерте кеткені, балаларының қызын көре алмай кеткені. Теректер, талдар, қайыңдар тербелмей ұзақ уайымдар жұбатпай-ақ қойыңдар менің де сондай жайым бар Өткен өмір алыстаған сайын батар күннің ғажайып нұрын шашып тұрған шапағындай көріне ме деймін. Бастан кешкен өмірді еске алу заңды да болатын шығар. Немесе оның керегі жоқ па? Мәдиімді, сағиымды мен тәрбиеледі деп айта алмаймын. Бірақ олар мені сыртымдан көріп, содан тәрбие алған шығар. Ол шешейдің молында болды да, шешейдің балалары болды. Олар мені аға деді, үлкен ағасы деді. Басқа тәрбиесі Майраның қолында болды. Қазір өкінеттім, сол екеуінің беттен бір сүймепті. Қақыны біретті, я бұлай деп, қағып жіберіп. Бірақ қазір өкінем, мен тек жұмыспен айналыстым. Қазақта мақал бар, 30-да орнамыз болсаң,
40'ta қамал ала алмайсың дейді. Сол менің соған 20-дан 30-ға шейін, 30-дан 40-ға шейін, осы орта үлкен жұмыстық процесс айтып отқан фильмдердің де шыққан кез осы кез. Әйелім марқұмды жерлеп болғаннан кейін, мынау үйде, үйемесе мынау қараң қалған, бүкіл дүниеде қапалықпен қайғы кешкен күндерімді саған айтқалы тұрмын, достым. Қатты қиналды деп естідім. Жардан айырылған соң, жарым жан болып сорлап қалдым. Менің бүкіл айнала, мына балаларым, мына портрет, мына үйдің мүліктері, мына тіршіліктің маған тиінемдей де қажеті жоқ сияқты. Анау шахмат тақтасына қарашы. Мен осыны ертеден қара кешке дейін, кейде тіптен түсімде ойнадым. Менің бүкіл өмірім шахматтың ойыны сияқты. Анау пешкі, ат, піл, олар да тірі жан, тірі адамдар деп есепте, достым. Бірінші ойнаған рөлім Абай трагедиясындағы Айдар. Абайдың шәкірті. Сол 20 жылдай ойнадым. Сол маған ыстық. Өсімге шейін соның монологы бар, соны оқимын кейде. Халықтың алдында. Одан кейін талай рөлдер болды ғой. Кебек, Қозы, Юлий Цезарь, Одар сияқты, Клаузен. Ертеңнен бастап бүкіл өкілеттіктен сені мен айырдым. Шұлғау, шоқтың алда. Тай, кет! Өз өмірімнің шырағын өшіруге ешкімге де жол бермеймін. Мен ұры болған емеспін. Қазір де қылмысым жоқ. Әрине, әке өлтірген ұрлыққа жатпаса керек. Асаналаға жалпы жұмыс барысында өзінің жұмысына және де спектакльдің репетициясына сол материалға қасындағы актерлардың бәрін сендіріп жібереді. Ол өзінің бір сондай бір қасиеті бар, өзінің артынан ерте білетін. Репетиция сағат 2 десе біз 1-де келеміз, 12-де келіп аламыз. Репетициядан кейін кетпей отырып аламыз, Асаналағаның бетіне қарап, Асаналағаның әңгімесін естіп, және де жүрген жері мереке. Әрбір спектакль сайын дастарханы жаюлы, спектакльден кейін отырып әңгіме, спектакль туралы ой өрбітесің, кемшіліктеріңді айтады, жақсы шыққан жерлеріңді айтады, келесі жолы қайталамайтын сәттерді айтады. Соның барлығы бір шынымен де Асаналағаның бір жан-жағында қаумалаған бір әдемі атмосферасы, керемет бір энергиясы. Атандым ғазизатыма бала жастан, әнші жоқ қар өткелдің ау менен асқан ау. Жүйректі жорға мініп ау жетеледім, көңілім қалған емес. Қиғаш қастанай, әритатай, ой әритатай, әритарарай, әритатай. Мына сіз бомжсыз ба? Мен бомж? Мен бомж? Мен бич? Кешіріңіз, мен түсінбедім. Бывший интеллигентный человек. Кешір, бывший интеллигентный. Бывший интеллигент. Енді театр менен киноны араластырып жүру маған өте үлкен пайда болды. Театр киноға көмектесті, кино театрға көмектесті. Кинода да ең бастысы жайлап бастап эпизодтан жаңағы Қыз жібекке шейін келдік қой. Жеңдік! Қайықтың жағасы қанғабай алды, дияр. Күндіз күн тұтылды, түнде ай тұтылды. Найза қысқарып таяқ болып қалды, қылыш қысқарып пышақ болып қалды. Сайланып келген сарала жау қой шақырды. Шаңға аудатып ұрдық, таңға аудатып қырдық. Онда еркекшемді де айтайын, батқан екен бағланым. Есің барда елің тап. Қынабың болған мен. Қылыш ұстай білмейтін боларсың. Арманда кетіп жүрерсің.
8-ші бастың кезегі жағалбайлы сенікі демедім бе? Мен де мына қан жағамды былғап жүрмейін. Қайта қой. Атаманның ақыры Трансфер экспресс бұл менің трилогиям. Кім саған көмектескен? Петя. Петя. Ал, салтанатпен қоштасуға келген сәтте қасыңда кімдер болды? Ишимбаев, Атахан, Темірбеков. Өтірік! Айтасың басшының. Ну, конечно, он сам по себе очень личность оригинальная очень тогда. И Шакен не зря его так сильно заметил тогда. И сделал его киногероем практически, да. Он выбрал из всех вот молодых людей именно его. И он сыграл в таких замечательных фильмах, как «Транссибирский экспресс», как «Конец атаманов». Но самое главное, конечно, «Кызжыбек». Вот этот фильм удивительный, живучный, очень юный, молодой, энергичный фильм. Вот. Он представляет собой как раз наш кинематограф тогдашний, который был в расцвете. Говоря об этом гениальном актере, я сразу вспоминаю счастливый для меня 1972 год, когда проходил Всесоюзный кинофестиваль в Тбилиси. Это был мой первый кинофестиваль с фильмом великого кыргызского кинорежиссера Болотбека Шамшиева «Алый маки Исыкуля», в котором я исполнила свою дебютную роль на этом фестивале. Я увидела замечательный фильм «Кызжыбек», в котором главную роль блестяще исполнил Асанали Ашимов. Игра Асанали Ашимова стала для меня настоящим творческим откровением. Я с восхищением открыла для себя очень яркого, харизматичного, дерзкого, неотразимого и коварного персонажа, который трогательно и романтично сумел воплотить на экране сложную природу персонажа. Қаным ішем, күшік. Оқтаспайық, мырза. Мен Асанәлі ағаның екі кейіпкерін жасаған кезінде қасында болдым, куә болдым. Ол кісінің кейіпкер тудыру процесіне куә болдым. Мысалға айтып жатамыз ғой, әлгі келіншегіміз бала көтерсе, сол 9 ай толғағына жеткенше адамдар куә болады, дәл сол сияқты. Сол кезде бұл кісінің іздену тәсілдері, кейіпкерді жасау үшін қасындағы әріптестермен жұмыс істеу әдістері, бұның барлығы жеке өзінше мектеп. Асанәлі аға туралы кино сөйлейтін болса, өзінің актерлық кәсібінен қандай қиындық болса да, тағдыр қандай бір тәлкекке салса да, өмір қалай сынаса да, сол өзінің кәсібінен айнымаған адам жасар еді. Өйткені актер болу ол құдірет. Және де актер болып қана қоймай, сол актерлықтың биігіне жетіп, танымал болу, тұлға болу, ол үлкен бақ. Ал сол бақты алып жүру үлкен еңбек. Оған ақыл керек, оған иман керек. Өйткені жан жақта миллиондаған көз, саған қаншама адам қарап тұр. Сенің әрбір басқан қадамың өнеге болу керек, үлгі болу керек. Мен бұл кісіні киноға түсіретін болсам,
ондай мүмкіндігім туып қалса, мен міндетті түрде бұл кісіні комедиялық фильмға түсірер едім. Әрине, кешегі Бекежаннан кейін, анау Чадияровтан кейін елдің бәрі бұл кісіні батыр көреді, міндетті түрде кәдімгі анау Рэмбо сияқты керемет рөлдерден көргісі келеді ғой. Сөз жоқ, Асекеңнің Чадияровы ол Шварценеггердің Рэмбосынан, Сталлоның кейіпкерлерінен түк кем емес. Ал енді бұл кісінің мен көрмеген, бірақ шіркін-ай ішінде бар ғой дейтін рөлі, бұл кәдімгі қазақтың астарлы қалжыңын, әдемі әзілін, терең астарлы сөйлей алатын даналығын көрсететін бір комедиялық кейіпкер болса деп ойлаймын. Айтайын, мен қанатты құс сияқты еркін жан. Маған енді ешкімнің құзыры жүрмейді. Мен қуыршақ сияқты шиқылдап, мысық сияқты мияулап, тауық сияқты күл шаша білем. Бұған ешкім таңданбайды. Мен аспаннан балық атам, судан құс аулайым. Бұны ешкім ерсі көрмейді. Мен енді өкінішке орай театрда да, кинода да комедия рөлін ойнаған жоқ. Енді формым келмей ма? Енді Жакубаев сияқты мысалы формы жоқ. Комедия ғой сырт формы керек, күлкілі болу керек. Анау Филипп сияқты баяғы, Леонов сияқты, Чаплин сияқты, ал енді Качалов жаңағы, Станицын сияқты, Стриженский сияқты, Ульянов сияқты актерлар комедияға келіңкіремейді сырт пішті. Ал өмірде жаңағы юмор ол басқаша. Көп адам ойлайды, актердің өмірі оңай, жеңіл деп. Танымалдылық та жеңіл деп ойлайды, тұлғалық та оңай деп ойлайды. Бірақ тұлғалық деген ол уақытпен келетін дүние ғой. Тарихты жасайтын да, тарихта қалатын да тұлға. Ал тұлға болу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Жүзімнен шашырайтын шуақ бөлек, көзіңде жанып тұрған шырақ бөлек. Қазақта қариялар көп шығарау, өзіңдей атамандар бірақ керек. Қайғың бар қабырғаңа батады әлі, алдыңнан әппақ таңдар атады әлі. Жүре бер ортамызда ойнап күліп, қазақтың беке жаны атаманы. Алматының мына жері, жаңа мен келген кезде бұның бәрі жоқтығын. Бұның бәрі тау, парк. Айттым ғой, біраз жыл күйзелістен кейін менің енді екінші өмірім басталды. Тура мінезде, ойы да, адамшылығы да байраға келетін Бағдат келді. Асекеңе жар болу бір шетінен қызық та, ал бір шетінен қиын да, және үлкен жауапкершілігі бар. Бағдат келгеннен кейін менің шын айтайын өмірім жаңарды. Егер Бағдат кездессе әлде қалай болады. Ол 85-ке келер ме, келмес пе? Ол сұрақ. Адам Асекке келді. O da bir ömrü. Адамның өмірі осылай жалғасады ғой. Алланың қалауымен, көптің тілеуімен Алла маған бұл кісіден тұяқ сыйдырды. Кіші Асекеңнің өмірге келгендегі менің аналық бақыт дегеннің не екенін түсіндім.
осындай үлкен азаматтан ұрпақ сүю, оны тәрбиелеу менің басыма қонған бақ, тағдырыма ризамын. Енді қазіргі арманым сол Асеканы бір ыңғайға келтіріп, өміргедегі бір бағыт бағдарын көріп, жақсылығын көріп кетсем, армансыз. Енді тек қана өмірдің жақсы жағын көрсе екен, ұрпағының болашағын көрсе екен, ұл қызының өскенін көрсе екен деп тілеймін. Ең бірінші дінінің саулығы, халқының осы алақанында еркелеп жүре берсе екен деген тілегім бар. Алладан кейінгі шеберім, жанаке жан жүрегім, самғаса күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқартауым, жанаке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым, әр қашанда биік көретін мен басқадан, менің әкем